Сәлем балалар. Kids Club Нұрали каналына қош келдіңдер. Бүгін көкөністер туралы ертегі айтатын боламыз. Бір бақшада әртүрлі көкөністер өсіпті. Жасыл қияр, ақ көңіл, азылкеш, ешқашан қайғыруды білмейтін барлық көкөністердің кекетіп мұқатқанды ұнататын. Ал қызанақ қып-қызыл, маңызды, қашанда сәнді болып жүретін. Ол бүгін жаңбыр жауады деп ойлаймын деген сөздерді жиі айтады екен. Шынында да жаңбыр жауған кезде қызанақ көрдіңдер ме деп, менің айтқаным дұрыс келді ғой деп тағы да мақтанады екен. Егер жаңбыр болмаса, қызанақ саспай өзі айтқан сөзіне қатысы болмағандай тұрады. Ал қызғылт сары сәбіз болса, менің бар сұлулығым жер астында жатыр, ешкім көрмейді, мен бақытсызбын деп, әрдайым көңілсіз болып бұрқылдайтын көрінеді. Аққа дауынды қырыққабат, кішіпейіл, сөзшең, ол басында жапырағым екеу-ақ еді, қазір тіпті көбейіп кетті деп барша айтар әңгімесі тек киімінің ауырлап кеткендігі жайлы. Қоңыр картоп болса, қайырымды, мейірбан, бақшадағы көкөністермен түгел дос болыпты. Бәріне көмектеседі, картопты бәрі жақсы көрді. Ал бас пияз жағымсыз, ол айналасындағылардың көздерінен жас ағып үнемі жылап жүрген жерін ұнататын. Міне осындай түрлі мінезді көкөністер сыйысып бір бақшада өсіпті. Балалар, қалай ойлайсыңдар, осындай мінез құлықты адамдар өмірде кездесе ме? Кездесуі мүмкін, иә? Ертегі ұнаса балалар, каналға тіркеліп лайк басамыз.